Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өте дәмді моренго деген торттың рецептісімен бөлісемін. Бізге керегі жұмыртқаның ағы. Оны жақсылап миксермен көпіртіп аламыз. Одан соң үстінен қантымызды аз-аздан салып, миксерімізбен жақсылап араластырамыз. Өзінің формасын ұстап тұрғанша көпіртіп, осылай ағартып аламыз. Видеодағыдай болуы қажет. Одан соң ыдысымызды дайындап құйып, 100 градуста 2 сағат немесе 180 градуста 1 сағат пісіріп аламыз. Одан соң тестамызды дайындаймыз. Қалған жұмыртқаның сарысын бірінші араластырып аламыз миксерімізбен. Одан соң үстінен қантымызды тағы да аз-аздан сала отыра, жақсылап көпіртіп, осылай ағартып, араластырып аламыз. Одан соң қаймағымызға содамызды салып, жақсылап араластырамыз. Оны құйып, тағы да миксермен қозғап аламыз. Одан соң үстіне комнатный температурадағы немесе сәл ерітілген сары майымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Ал енді үстінен какаомызды саламыз, тағы да миксерлеп аламыз. Осылай жақсылап араластырып алып, ұнымызды салып, лопаточкамен астынан жоғарыға қарай қозғаймыз. Енді екіге бөліп, формамызға құйып, 180 градуста 5-6 минут шамасында пісіріп аламыз. Піскенін таяқшамен тексереміз. Енді кремімізді дайындаймыз. Кремге бізге комнатный температурадағы сары май. Оны жақсылап араластырып, үстінен сгущенка құямыз. Сгущенка бір банкадай болуы қажет. Жақсылап араластырамыз. Ал енді біздің тортымызды жинайтын боламыз. Осылай жанын кесіп алып тастасаңыздар болады. Беземізді де дәл осылай алып тастаймыз. Осылай төсеп алып, үстінен кремімізді жағып шығамыз. Одан соң меренгамызды қойып, тағы да кремімізді жағамыз. Барлық жеріне жеткізіп, жақсылап. Одан соң екінші тестамызды қойып, тағы да кремімізді жағып шығамыз үстінен. Кремімізді жағып болғаннан соң, кескен беземіздің жандарын майдалап турап, соларды үстінен сеуіп шығамыз. Немесе отдельно осылай пісіріп алсаңыздар болады. Ал енді бетіне сеуіп шығатын шоколадымызды, глазюрімізді дайындаймыз. Бізге керегі 2 қасық какао, 2 қасық қант және де 5 қасық сүтімізді құйып, комнатный температурада сары майымызды салып, араластырып, микроволновкада ысытып, ерітіп аламыз. Немесе қайнатып алсаңыздар да болады газге қойып. Осылай үстінен сеуіп, холодильнигімізге салып қоямыз. 2 сағаттай уақыт өткеннен кейін кесіп бере берсеңіздер болады. Мен сразу кесіп жатырмын. Олай уақытқа қалдырған жоқпын холодильникке. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептімен дайындап көріңіз, өкінбейсіз. Егер де видеоның соңына дейін көріп жатсаңыз, каналыма тіркеліп кетіңіз.